Тікелей эфирде ақпараттарымызды жалғастырамыз. Қарағанды қаласындағы сервис колледжінің студенттері діни сауаттылығын арттырды. Мәдениет, дін және құқық атты профилактикалық онлайн кездесуде дін істері және конфессияаралық қатынастары секторының өкілдері жас буындарға мемлекеттік дамудың негізгі зайырлық қағидаттарын жан-жақты тұрғыдан түсіндірді. Рухани шараны облыстық дін істері басқармасы мен жастар орталығы ұтымды ұйымдастырды. Тақырыпты әрі қарай әріптесім әңгімелейді. Мәдениет, дін және құқық тақырыбындағы профилактикалық онлайн кездесуде дін істері және конфессияаралық қатынастар секторының меңгерушісі жастарды бірден ашық диалогқа шақырды. Шарада Индира Сыздықова қоғамда қылаң беріп қалатын бүлдіргі ағымдардан сақтанудың амалдары мен аспектілерін нақты мысалдармен мәлімдеді. Мамандардың айтуынша, экстремизм мен терроризмді алдын алу мақсатында жыл басынан бері 27 шара өткізілген. Соның нәтижесінде Қарағанды қаласындағы 3000-ға жуық адам ақпараттандырылған. Данной тематики мы разъясняем, что Шараның мақсаты жастардың дін сауаттылығын жетілдіру, терроризмге қарсы түсінік қалыптастыру болып табылады. Халық арасында түрлі акциялар ұйымдастырамыз. Осы бағытта жұмыстары үздіксіз жүргізіле беретіні еш шүбәсіз. Емен жарқын форматта өрбіген онлайн кездесу сұрақ жауаппен жалғасты. Шара шеңберінде студенттер дін істері және конфессияаралық қатынастар секторының өкілдеріне көкейлеріндегі сауалдарын қоюға мүмкіндік алды. Ал Қарағанды қалалық жастар орталығының мамандары зайырлықтың негізгі қағидаттары мен діни концептуалды ережелерін жастардың санасына салмақтап сіңірді. Біздің орталық центрда аптасына кем дегенде 3 осындай кездесулер өтіп жатыр. Экстремистік салаларға шақыратын ақпараттарды таратуға құқықтардың жауаптылығын баяндалды. Ақпараттық түсіндірмелік топпен жалпы бірлестік жұмыс атқарып жатырмыз. Профилактикалық онлайн кездесуде 50-ге жуық студент діни сауатын арттырды. Айта кетейік, жоспарлы дәріс діни экстремизм және терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырылды. Жалпы облыстық дін істері басқармасы мен жастар орталық тарапынан мұндай шаралар жыл бойы жалғаса бермек. Жанбота Рахметуллаұлы, Олжас Арстанұлы, Аман Аманжолұлы, Сарыарқа телеарнасы.